Так, осындай сайт бар, кеден деген. Войти-ді басасыз, содан кейін забыли пароль дегенді басасыз. Егер пароліңізді ұмытып қалсаңыз, сол кезде выбрать сертификат басылмайды. Мына жерге мысалы толтырасыз бәрін. Новый пароль, подтверждение пароль, почтаңыз тересіз. Сосын выбрать сертификат, бірақ басылмайды. Ол үшін не істеу керек? F12 деген клавиатурада басасыз, F12. Немесе мына жерде оң жақ мышканы пустой жерді басасыз да, исследовать свойства поддержки доступности дегенді басасыз. Или клавиатурада F12-ні басасыз. Осындай окошко шығады. Содан кейін мына жерде сол жақ инспектор дегенге басамыз, инспектор. Содан кейін сол жақта мынандай мышканың суреті бар, осындай значок. Соны басасыз да бір рет. Сосын алып келесіз да, выбрать сертификат деп тұр ғой. Соның үстіне бір басып жібересіз сол жақ мышканы. Содан кейін мынандай белгіленіп шығады астында осындай көк. ID submit деп шығады. Сол кезде disabled true деп тұр. Соны disabled дегеннің үстіне басасыз екі рет. Содан кейін delete мен кетіресіз өйстіп. Сосын enter бассаңыз болады, немесе любой бір пустой жерді бір рет басып жібересіз. Сол жақ мышканы. Содан кейін выбрать сертификат басылады уже. Доступны болып кетеді. Бұл инсалайр бар болса егер. Инсалайрды обязательно қосып қою керек бүйтіп та. Сол кезде қазір көрейік, міне инсалайрды қостым. И выбрать сертификат деймін, міне жаңағы окошко шығады. Так, келесі Chrome'ды қарайық давай. Google Chrome дейді. Тоже Google Chrome'да восстановить ету керек. Мысалы парольді. Войти-ді басасыз, забыли парольді басасыз и выбрать сертификат жасамайды. Бұл жерде F12-ні басасыз клавиатурада. Немесе оң жақ мышканы басасыз да, посмотреть код дегенді басасыз. F12 немесе посмотреть код. Так, мына жерде сол жақта мынандай не бар, значок бар, соны басасыз бір рет сол жақ мышканы. Содан кейін мышканы алып келесіз, выбрать сертификат дегенді үстіне тағы да бір рет басып жібересіз, бір рет. Содан кейін мынандай белгіленіп шығады, submit деп. ID submit деп шығады. Осы жерде disabled дегенге екі рет басасыз мышкамен, сол жақ мышкамен. Сосын delete мен кетіресіз өйстіп. Сосын enter басасыз, немесе сол любой бір пустой местаны басасыз. Содан кейін выбрать сертификат басып кетеді.